12 жасқа толған балаларға арналған. Театр, театр, театр. Жанға жай, жүрекке жұмақтай. Театр, театр, театр. Қоймайды, қайғыртпай, қуантпай. Армысыздар, қадірлі қазақ елі. Эфирде театрым, тағдырым хабары. Және мен Жұлдыз Бейсек. 1936 жылдың 16 наурызында Бейімбет Майлиннің «Келін мен шешей» комедиясымен өз шымылдығын түрген Асқар Тоқпанов атындағы Жамбыл облыстық қазақ драма театрына биыл 85 жыл. Жөтеліп жүргендер ғана дәрігерге барады, ал қалғандары театрға барады дегендей, театрдың өткеніне көз жүгіртіп, бүгінгі кейпіне назар аударғыларыңыз келсе, бізбен бірге болыңыздар. Ағырбеков Мәлік Дүйсебайұлы 1978 жылдың 2 желтоқсанында Жамбыл облысы Тұрар-Рысқұлов ауданы Әбжапар ауылында дүниеге келген. Білімі жоғары. 2004 жылы Мұхаммед Қайдар Дулати атындағы Тараз мемлекеттік университетін бітірген. Еңбек жолын 1995 жылы Тұрар-Рысқұлов ауданындағы Алғабас ауылында жұмысшы болып бастаған. Асқар Тоқпанов атындағы Жамбыл облыстық қазақ драма театрында 2002 жылдан бері актер, қоюшы режиссер, 2015 жылдан 2021 жылға дейін көркемдік жетекші актер қызметін атқарды. 2021 жылдың қаңтар айында Асқар Тоқпанов атындағы Жамбыл облыстық қазақ драма театрының директоры қызметіне тағайындалды. Театрдың 16-шы директоры. Қазақстан Республикасының президентінің құрмет грамотасымен, Жамбыл облысы әкімінің құрмет грамотасымен және алғыс хаттарымен, облысқа сіңірген еңбегі үшін белгісімен, Қазақстан Республикасының мәдениет саласының үздігі белгісімен, Қазақ хандығының 550 жылдығы төс белгісімен марапатталған. Актер, режиссер, киноактер, сценарист, композитор, көркем сөз, оқу шебері. Сәлематсыздар ма, Мәлік Дүйсебайұлы? Қалдарыңыз қалай? Жақсы, қош келдіңіздер. Рахмет. Шоқтығы биік өнер театр. Театрдың 85 жылдығына орай «Театрым, тағдырым» деп аталатын бағдарламаның алғашқы санын түсіруге сіздерге қонаққа келдік. Қош келдіңіздер, төрлетіңіздер. Театр киімілгіштен басталады деп Станиславский айтпақшы. Киімімізді гардеробқа өткізіп, әңгімемізді жалғастырсақ. Жаңа өзіңіз айтқан театр киімілгіштен басталады деген сөздің мағынасын түсіндіріп беріңізші. Сәлематсыздар. Станиславскийдің бұл қанат сөзінің астарында көп мағына жатыр ғой енді. Жалпы енді театрға шындап келетін болса, театр киімілгіштен емес, театр драматургиядан және оның репертуарынан басталатын белгілі. Енді халықтың, қарапайым халықтың театрға мәдениетті болып киініп келуі, оның сыртқы киіміндегі жауынды, қарды, күндерді киіпкен сыртқы киімдерін тастап, ішінде мәдениет ошағына кірген кезде жарқырап, жайнап келсін деген мағынада айтқан болу керек. Өздеріңіз жақсы білесіздер, 2020 жылы 20 ақпанда Қазақстан Республикасының үкіметінің қаулысымен Жамбыл облыстық қазақ драма театрына қазақтың тұңғыш кәсіби режиссері, қазақ педагогикасының, театр педагогикасының негізін қалаушысы, талай таланттардың тәлімгері Асқар Тоқпановтың есімі берілді. Осы тұста біз сол Асқар ағамыздың театр туралы пікірі, цитатасы дейміз ғой енді. Соны жазуға шештік. Мұндамыз осы жерде Асқар ағамыздың фото шежірелер қойылған, мұнда отбасылық. Одан кейін мұнда қазақтың классик жазушысы Мұхтар Әуезовпен кездесуі, адамзаттың асылы Айтматовпен кездесуі, Күләш Байсейітовамен кездесіп отқаны, Москвадағы Станиславский атындағы музыкалық театрдың көмекші режиссері, опералық вокал классының тыңдаушыларымен кездесулері. Тамаша. Мұнда Асқар Тоқпановтың осы Жамбыл театрында 69-71 жылдар аралығында қызмет жасады. Сол жылдары 70 жылы Асқар ағамыздың өзі Погодиннің Кремль куранттарында
Лениннің бейнесін сомдаған суреті, шәкірттері, әріптестері, Абайдың трагедиясын 40-шы жылдары ойнаған сурет бейнелері көрсетілген. Ашылғалы бері 85 жыл белес, 85 жылдық тарих болды. Соның барлығын осы театрым тағдырым бағдарламасында жалпы облыс жұртшылығы таныс болады деген үміттемін. Биыл ғана театрдың директоры болып тағайындалғанымен, сіз театрда жас күніңізден қызмет етесіз. Талантты актер, режиссер, сценаристсіз. Сіздің сомдаған рөлдеріңіз көрерменнің көз алдында. Директор болып тағайындалған соң, қандай шараларды қолға алып жатырсыз? Биыл енді театрымыздың 85 жылдығы, соның 85 жылдығының аясында Асқар Тоқпановтың атын алғанымыз бар. Республикадағы бүткіл Тоқпановтың шәкірттерінің тізімін жинақтап, бір конференция іспеттес бір іс-шара өткізсек деген ниетіміз бар. Ол күзде, қазан айының 13-інде Тоқпановтың туылған күні тұсында. Одан бөлек биыл енді Жаралыбы Жамбылдың 175 жылдығы. Сол ақынның өмірінен бізде театр міндетті түрде үн қосуымыз керек. Халыққа Жамбыл бабамыздың кейіпкерін көрсетуіміз керек. Сол мақсатта Иранғайыптың Жамбылдың Қызыл жолбарысы деген пьесасын күзде қойғалы отырмыз. Елімізде балаларға арналған ертегілердің жоқтығы азы. Бұрынғы халық ауыз әдебиетінен қалған ертегілер, мысалы Тазша бала дейміз, Алдар көсе дейміз, жағы Жесірнақ дейміз, Жел аяқ дейміз, көптеген мысалы бұрынғы кейіпкерлер бар. Қазіргі уақытта соның бәрі жоқтың қасыда. Кейіпкер жоқ. Сондықтан да біз амал жоқ. Шетелдік жағы Өрмекші адам дейміз, Шрек дейміз, Бэтмен дейміз, сондай шетелдің персонаждарын, кейіпкерлерін алып, басын құрастырып, балаларға сказка жасаймыз. Қоғамдағы әлеуметтік осал отбасыларымыз бар. Қызмет бабында қаза тапқан отбасылар, қаза тапқан қызметкер отбасылар бар. Жарақат алған, мүгедекке айналған, пандемия уақытысында қаза болған аққалат абзал жандарымыз бар. Облыстық білім басқармасына, облыстық денсаулық сақтау басқармаларына хат жолдап, сондай жағдайға ұшыраған отбасылардың тізімін жинақтадық. Біз оларды қайырымдылық, қамқор жүрек деген қойылымдарға шақырып тұрамыз. Тегін соны жоспарға енгіздік биылдан бастап. Мінекі осындай жұмыстар, сонымен қатар театрдың жағы репертуар саясаты, ол көркемдік кеңестің мүшелерімен талқыланып, бір жылдық спектакльдердің репертуарлары, қандай спектакльдерді жаңадан қоямыз деген мәселе көтеріледі. Халық арасында театр хас судың көз жасындай мөлдір өнер деген қағида бар. Жалпы бүгінгі қазақ ұлттық сахна өнері осы бағаға қаншалықты сай? Сөздің ашығы керек. Біреудің адамгершілігін сыйлап тұрасың, біреудің кішіпейілдігін сыйлап тұрасың, ағалық жасын сыйлап тұрасың. Сөйтесінде сахнадағы қойылымды, сахнадағы кейіпкердің образын жалпылай мақтай салатын кездеріміз болады. Бірақ талғампаз көрерменнің бағасынан артық баға жоқ. Қазақ театрларының қойылымдарын алыс жақын шетелдерге апарып көрсетудің жақсы жақтарымен әттеген айлары. 2017 жылы Румынияда Тырговиште қаласында халықаралық Бабел дейтін не өтті, фестиваль, театрлар фестивалі өтті. Әлемнің 23 мемлекетінен келді. Көптеген мемлекеттерден келіп қатысты. Біз де қатыстық. Қуандық Қасымовтың инсценировкасымен жасалған Қыз жібек саунд драмасымен Румынияда Тырговиште қаласында фестивальға апарып келдік. Олардың айтқаны, сіздер әлі дейді, тамырларыңыздан үзілмеген екенсіздер дейді. Біз жоғалттық ондай тамырымызды дейді. Мінекей осындай сөздері біздің мынау шетелге шығып, ұлттық өнерімізді насихаттауымыздың арқасы, сондай баға алғанымыз. Өзіңіз сомдаған кейіпкерлердің ішіндегі жүрегіңізге ең жақыны?
Әлібек Әмжеұлының осында Қара кемпір деген трагедиясы жазылған еді. Мынау өзіміздің бергедегі Қосшығұл Жексенқұлдың соғыс аттанған балаларын күткен ананың зары. Одан кейін жаңағы Григорий Гориннің Атың өшсін Герострат деген үлкен образ, ол спектакльмен оны Асия Какимова деген режиссер дипломдық қойылыммен қойған еді бұл театрға. Актерлік ансамбльдің құрамы жақсы болды. Сөйтіп ол фестивальға өтіп кетіп, фестивальдан жүлделі орынға алып келген күніміз болған. Одан кейін Елена Әмжан ағамыздың полковниктің жарияланбаған жазбалары дегенде Бауыржан Момышұлы атамыздың кейіпкері режиссер Қуандық Қасымов 2010 жылы Бауыржанның 110 жылдығында көрсеткен болатынбыз. Кешегі 550 жылдықта Қасым ханның рөлі қазақтар деген. Енді әрбір Шекспирдің Отеллосындағы Отелло рөлінде үлкен менің жаныма тән жақын образдың бірі. Айта берсек енді көп, барлық образдар жақсы көремін, жанымнан шыққан образ. Жігітке жеті өнерде аз деп, сіз актер, режиссер, сценарист, сонымен қатар сіз белгілі сазгерсіз. Әуеніңізге жазылған әндерді қазақтың белгілі әншілері орындап жүр, қазақ даласын әнмен тербетіп жүр. Ендеше Жамбыл телеарнасының көрермендеріне арнап, өзіңіз бір әніңізді салып берсеңіз? Бір-бірімізді шариғатта да мұсылман бір-біріне бауырдай деп айтатын қағида бар. Сондықтан да мен сіздерге осы қасында бүгінгі бағдарламаның жүргізушісі ақын Жұлдыз Бейсектің сөзіне жазылған «Әр қазақ менің бауырым» деген әнімді орындап берейін. Бәрекелді. Айтатын сізге сырым бар, астарын сөздің ұғыңдар. 5 күндік мынау жалғандай, бауырдан асқан кімің бар. 5 күндік мынау жалғандай, бауырдан асқан кімің бар. Сыйлаған барын тәуірін, сен аман болшы бауырым. Бәріңді сүйдім құшақтап, әр қазақ менің бауырым. Бауырым менің бақытым, арнадым сөздің жақұтын. Жаратқан Аллам бауырдың, болса екен биік бағытын. Жаратқан Аллам бауырдың, болса екен биік бағытын. Сыйлаған барын тәуірін, сен аман жүрші бауырым. Бәріңді сүйдім құшақтап, әр қазақ менің бауырым. Бәріңді сүйдім құшақтап, әр қазақ менің бауырым. Асқар Тоқпанов атындағы Жамбыл облыстық қазақ драма театры басқа өңірлердегі драма театрлардан қандай айырмашылығы бар? Бір үш ерекшелігін атап беріңізші. Біз енді басқа республикадағы облыстық театрларды күнделікті тіршілігімен таныс емеспіз. Жалпы танитын актерларымыз, басшылар болсын, режиссерлар болсын, танитындарымыз бар. Бірақ енді күнделікті өмірдің арасында араласып жатқан жоқпыз. Сондықтан да мен ерекшелік деп айтуға бола ма, болмай ма? Біздің театрдағы мысалы ауызбіршілік,
сондықтан сонымен қатар жаңағы үлкенді жақсы құрметтей білу, қасиеттерге толы театр десем артық айтқан емес. Енді ондай қасиеттер басқа облыстық театрларда да болуы мүмкін, енді мен көзім жетпеген айтпаймын ондай. Сондықтан да айтып отырғаным сол, ерекшелікке жата ма жатпай ма деп. Бәрекелді. Мәлік Дүйсебайұлы, бүгін алтын уақытыңызды бөліп, бізге сұхбат беруге келіскеніңіз үшін алғысымызды білдіреміз. Театрларыңызға үлкен толағай табыстар тілейміз. Аман болыңыздар. Халықтың жүрегінен орын алатын тамаша туындыларды сомдап жүре берулеріңізге шын жүректен тілектеспіз. Өзіңіздің әулие-ата жұртына айтар ізгі ниетіңіз болса? Бүгінгі уақытта театрға келіп, бос уақыттарыңызды театрмен өткізулеріңізді қалар едік. Өйткені театр қанша дегенмен бұл жерде үлкен тағдырлар, қойылымдар, өмірлер көрсетіледі. Бәлкім сіздің күніге телеарнадан көріп жатқан сериалдарыңыздан алмаған ләззатыңызды осы театрға келіп бір жақсы қойылымдардан көретін боларсыз. Сондықтан да барлықтарыңызға театрға шақырамын. Келіңіздер, көріңіздер, бағасын беріңіздер. Қадамын кітап басылар, өмірдің өзі сыя біл. Әу бастан тағдыр жазылар, өмірдің өзі театр. Амандықта жүздескенше, ардақты ағайын.